Ассалаумағалейкум. Аса құрметті Абзал Рысбек аға. Мен 9 наурызда сәл салқын тигізіп алып, күндізгі станционарда система алып жатқам. Бөлмеде 5-6 адам бар. Содан не жаңалық болып жатыр екен деп группаға кірдім. Группаға кіріп WhatsApp'та ашсам, сізді үйіңіздің алдында 5-6 полицей қолыңызды қайырып, жағаңыздан тартып, машинаға сүйрелеп апарып жығып жатыр екен. Бұл бейнені көріп, менің қаным басыма шапты. Амалсыздан өз-өзімнен еңкілдеп, өзіме ие бола алмай жылап кеттім. Неге жыладым? Құрметті Рысбек аға, себебі шарасыздықтан, қолымнан ештеңе келмейтіндігінен, емделіп жатқандықтан, жердің шалғайлығынан сіздің қасыңызға бола алмағаныма, сіздің қасыңызда бірге ең құрғанда дем бере алмағаныма, араша түсе алмағаныма, амалсыздан, шарасыздан жыладым. Рысбек аға, сізді жабылып жығып жатқан полицейлер әттең ау, қазақы тәрбиелік тәлім алмағандар, әттең ау, мына заманның, мына қазақтың басына түсіп жатқан істі қарасын ажырата алмай, мүмкін ажырататын да шығар. Олардың сізді жығып жатқаны түсінбейді ау, қазақты жығып жатқан, қазақтың рухын сындырып жатқан, қазақтың бірлігін сындырып жатқан, қазақтың қамын жеген азаматымызды жығып жатқан білмейді ау. Бір қазақтың жақсы қазіргі шыққан бір сөзі бар екен. Еріксіз қандай кім шығарса да керемет шығарған екен. Қазақта бір арлан туса, 2 шибөрі бірге қосылып туады депті. Не деген айтылған? Сізді жан-жақтан жығып анталап жатқандар, олар шибөрілер. Олар өзінің иесіне қызмет етіп жатқан. Олар өзінің беретін жұлдызшасына жанын беріп тұрып кірісіп жатқандар. Олар үстемелеп беріп жатқан сияқыға асыға істеп жатқандар. Құрметті Рысбек аға, еріксіз есімізге түседі. Мына Қытайда қазақтың көк бөрілі туын соңғы рет көтерген дарынды қолбасшы, қазақтың соңғы батыры Оспан Батырдың айтқаны. Кезінде бұл орыстың ойлап тапқан идеялы қазақты қазақпен сындыру. Міне сол әлі күнге келе жатыр. Міне Дәлелқан деген генерал болған. Соны орыстар, аржағы Қытай жабдықтап, мықты-мықты қаруларменен ұлт азаттық әскер құрғызып, аттарынан ұлт азаттық әскер құрғызып, соны Оспанға апарып жіберген екен. 2 рет Оспанға шабуыл жасап, 2 рет жеңіліп қайтқан Дәлелқан. Сонда Дәлелқанның айтқаны, мен Оспанды әлі білмейді екем, білем деп жүрсем дейді. Сонда Оспанның хабар жіберіп Дәлелқанға айтқызғаны, айналайын Дәлелқан, сен маған қазақтарды әкелме, мені әлсіретпе, менің жауым Қытай, менің күшімді әлсіретіп, сен қайта-қайта келесің. Сен қызықпа, андағы сенің иығыңдағы погон, ол қатындар тағатын әшекей дейді. Сен одан да маған кеп қосыл, мен сені Алтай әуелетінің әкімі қылам дейді. Біз соны бала кезімізде естіп өстік. Осыдан кейін мен мына тұрған қызметтегі погон дегендердің бәрін әшекей деп білем, қатындар тағатын. Міне сізге сол шабуыл жасағандар звания үшін, кішкене бір сияқ үшін жандарын беріп, жанын алсып, сізді қорлады. Олар сізді қорлаған жоқ. Бүкіл артыңыздан еріп жүрген бізді қорлады.
қазақтың көзі ашық, ояу, бүкіл халқын қорлады деп есептеймін. Және ол полицейлер әттеңі білмейді-ау, қазақ ақсақалын керемет құрметтеген, қазақ үлкендерінің алдынан өтпеген. Егер дала заңымен болған болса, олар жазасыз қалмайтын еді. Міне қазір жазасыздық, оларға берілген бұйрық, олардың ештеңеден қорықпа деген сөздері білген істеп жатыр. Құрметті Рысбек аға, сіз ақсақалсыз, олар ақсақалдың жағасына жармасты. Ақсақал дегенде 90 жылдардан бері көп қақтығыстар болды. Үлкен көтерілістер болды, үлкен ұлттық қақтығыстар болды. Оралда, басқа жерде. Сол кезде қазағымыздың егемендігі алып, қазағымыз тәуелсіз болып жатқанда, біз үлкен жазушылардан, ақсақал ақындарымыздан, дарынды ақындарымыздан көш бастайды деп ойлағанбыз. Ақсақал солар болады деп ойлағанбыз. Жоқ, олардан біз күдерімізді үздік. Олар үлкен жиналыста, жазушылардың құрылтайында шаханып, паханып, оразалин, қоразалин деп жүргеннен күннен бастап біз олардан күдер үздік. Міне сіз ақсақал болып, қазаққа осы митингілерінде қазақ белсенділердің ақсақал болып, ұлт жанашырларының ақсақал болып жүрген жалғыз өзіңізсіз. Сізге біз құрметпен қараймыз. Себебі сізге де оңай болған жоқ. Қазақтың алтынбегі, алтынкен ініңізден айырылсаңыз да мойымадыңыз. Сол күннен бастап ақиқаттың ақ туын алып халық жағында жүрсіз. Және өзіңізбен үзеңгілес достарыңыз, замандасыңыз, үзеңгілес досыңыз, Балташ мұңдасыңыз, Балташ Тұрсынбаевтың қасыңыздан қайтқанның өзі сізге үлкен соққы болды.